қазақы дүниетанымдағы аруақты құрметтеу, марқұмдардың аруағын тағзым ету, Алла тағалаға серік келтіру еместігін жақсы түсінуіміз керек. Яғни аруақты сыйлау, аруақ қолдасын деген сөздер, аруақ желеп жебеп жүрсін дегеннің барлығы шариғатымызда рұқсат етілген. Ол біздің шариғатымыз тыйым салған дүниелер емес. Қазақ халқында рухты осы аруақ сөзімен атап, оны ерекше құрметпен қасиетті ұғым ретінде бағалаған. Әсіресе дүниеден ғалым, ғұлама, әулие адамдардың аруағын әрдайым еске алып қастерлегені баршамызға белгілі. Асыл дінімізде тауассул деген ұғым бар. Біздің дінімізде тауассул деген ұғым бар. Бұл сөздің тілдік тұрғыдағы мағынасы қандай да бір мақсатқа жету үшін белгілі бір құралды себеп ету деген мағынаға саяды. Шариғат ғалымдары тауассулды өзгеден дұға тілеп, яғни өзгеден дұға талап ету арқылы Алла тағалаға жақындау, сондай Алланың көркем есімдерін, ардақты пайғамбарымызды, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, немесе ізгі жандардың құрметін себепкер ету арқылы Алла тағалаға дұға ету деп түсіндірген біздің ғалымдарымыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды себеп етіп Алладан сұрауды білдіреді. Ғалымдарымыз Алла елшісімен, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, тәуәссүл жасаудың көзі тірісінде де, қайтыс болған кейінде де рұқсат етілгендігіне келіскен бір ауыздан. Яғни пайғамбарымыз тірі кезінде де, қайтыс болған кезде де пайғамбардың құрметіне дұға тілеудің болатындығы айтылған. Және хадистерде келеді, ғалымдарымыз айтады, адам баласы қайтыс болғаннан кейін арттағы ұрпақтарының жақсылығымен қуанады екен. Арттағы ұрпақтары бір қателіктер, күнәлар жасаса, олар одан ұялады екен. Қуанған ата-аналар, олар балалары үшін дұға етеді екен. Яна аруақ желеп жебей жүрсін дейді ғой қазақ. Неге бұның барлығы шариғатта негіздері бар дүниелер. Сахабалардың өзі кейде бір соғыстарда «Я Мұхаммада» деп те айтқан кездері болған. Яғни қолдауды сұрап, бізде қазақта да сол соғыс уақытында ата-бабаны айтып соғысты деген бізде деректер бар ғой. Сол сияқты біздің де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның заманында, одан кейін де сахабалардың соғысында «Я Мұхаммада» деп айтып соғысқан жерлері кітаптарда келтірілген. Бұл деген сөз жалпы адам баласының, ізгі адамдарға тілекші болатындығы, олардың желеп жебейтіндігін көрсетеді. Сондықтан әрқашанда біз дүниеден өткен бабаларымызды құрмет қылу, оларға дұға ету, әулие әмбелердің иншалла қолдауы болатындығын біз шариғатымыздың негіздерінен көреміз.